Қарақалпақстан Республикасы педагогикалық шеберлік орайында өткелген семинарда ұсы мазмұнды өзінде жәмледі. Дүнияда сондай бір макан бар, әр біріміз оған ұмтыламыз. Онда бізді күтетін жақындарымыздың мехрі, өміріміздің мазмұны болған бауырларымыздың мұхаббаты бар. Бұл шаңырағымыз деген еді президентіміз. Хақиқатында да шаңырақлық бақыт бұл ең ұлы ықпал. Шаңырақ тәрбие орайы жәмиеттің таянышы атамасында өткерілген семинар ата-аналардың перзент тәрбиесіндегі жауапкершілігін арттыру, шаңырақларды саламат рухи орталықты қалыптастыру һәм басқа да ахметлі темалар дөңгелегінде қызғын түс алды. Жиналысымыздан мақсат бұл халықаралық шаңырақ күнінің өзінің мақсаты шаңыраққа бүтін жәмәтшіліктің, жәмиеттің диққат итибарын қарату. Шаңырақтағы ерлі-зайыптылардың өзара қарым-қатынас мөнәсәбәтләре, ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынас мөнәсәбәтләре, шаңырақтағы қадіриятлардың сақлануы, келешек әулеттің шаңырақты елді жоғары форматларға көтеруі, шаңырақтағы тәрбие, тәлім, бұлардың барлығы тілекке қарсы жылына бір мәрте тек 15 май күні халықаралық шаңырақ күні барып еске түседі. Қанеді әр күні, әр аптада шаңырақлық күнге болған диққат бар жоғары дәрежеде болғанда. Біздерде де бүгінгі орайымызда өткеріліп отырған бұл иләждан мақсат ұстазларға шаңырақ институты, шаңырақтың вазифалары, шаңырақтың әзіргі халаты, статистикалық мағлұматлар, шаңырақтағы өзара қарым-қатынас мөнәсәбәтлердің психологиялық тәріплерін әр тәріплеме семинар тренингтерде үйреніліп өткеріліп отырды. Семинарда мектеп амилятшы психологларының қанегелігін арттыру курс тыңлаушылары тарапынан шаңырақларда қатынастыларды бекемлеуге қаратылған психологиялық тренинг де шөлкемлестірілді. Har bir ota-ona o'z farzandining yosh xususiyatlarini tanlagan holda tarbiya usulini tanlab ularga shunday munosabat bildirishi kerak. Chunki har bir farzandning yosh xususiyatlari orqali ularni tushunish, ularga mehr berish, ularni barkamol qilib tarbiyalashda ota-ona xato qilmasa, barcha oilamiz mustahkam va sog'lom psixologik muhit yaratilgan bo'lar edi. Бұл күнді нышаллау қалыптен қалыпке өтетіғын мәнәуи тәрбия негізінде. Әсіресе бүгінгі глобаласу дәуірінде елімізде шаңырақ институтының бекемленуі бұл келешекке бар дегені. Бүгін республикамыздағы 500 мыңға жақын шаңырақлар бақыт маканына айланған. Тыныш татулық, бақыт амкеуіл қатержамлық шаңырақларда әр күні давам етсе ғана бақытлы тұрмыс рауажланған жәмиет жаратылады. Орларда сәне мүнәсебетіменен ләжлар давам етпекте.